үйленген кезде келін болып түсті, әйелім получается үйге, и ішкі мизогиния басталды, конкретный ше. И сол кезде мен күнде кешке жаңағы екі жақтан екі түрлі информация келетін. Екі түрлі жоқ, бір информация, просто угол подачи басқаша. Да. И сосын мен тұрдым да, әйелімді алдымда, қалтамда көк тиын жоқ, жұмыстағы бір жаңағы қыздан қарызға 60 мың теңге алып квартира шығып кеттім. Сол кезде, может, қазір көбісі ойлайтын шығар, әйелін таңдады деп. Мен негізі өзімді таңдадым да. Опять-таки стресстен қорғадым өзімді. Екеуінің несі, отношениесі саған келеді да, ол саған тиіседі. Потому что и мамаң, и әйелің. Екі оттың ортасында жүресің. Спальняға кірсең әйелің, шықсаң мамаң деген сияқты. Мне кажется, это самая больная тема келініне. Да, сөйттім да мен, короче, бөлек шығып кеттім и рахаттанып қалдым да. Өйткені мен осы мынандай бір таңдау ғой. Либо ол да әйтеуір қоғамның несі ғой, айтатын сөзі. Либо енең, то есть, либо мамаң, либо әйелің деген сияқты да. А мен негізі өзім таңдадым. Адам қандай бір мақсат болса да, негізі өзінің мотивтерін қорғайды. Мен өзімді қорғадым да, жаңағыдай стресстен, проблема, өзің жұмыстан шаршап келесің, тағы анандай нәрсе да.